Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін дәл осындай сметаник дайындаймыз. Егер де сіздерге видео ұнап, пайдаларыңызға жарап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Қамырына қажет заттар мына жерде менде ұн, сары май, шекер, жұмыртқа. Менде ұн мына жерде разрыхителмен араласқан. Ең алдымен ұн мен разрыхителімізді салып, үстіне шекерімізді салып, сары майымызды саламыз. Бізде орысша айтқанда крошки сияқты үгіту керекпіз. Өткеннен соң жұмыртқамызды саламыз, жақсылап қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Оны пакетке салып, холодильникке 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр менде холодильникте 1,5 сағаттай тұрып шықты. Қамырдың көптеу бөлігін алып, осындай формада жинаймыз, саламыз. Жан-жағын жақсылап тегістеп аламыз. Салмасына сметан, жұмыртқа, шекерімізді араластыра аламыз. Бірақ қатты араластырып жіберуге де болмайды. Қамырымызға салмасын құйып, шамамен 45-60 минуттай 160 градуста пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты, толықтай мен суытып алдым. Міндетті түрде толығымен суытып аламыз, сосын барып кесеміз. Егер де ысылай барып кессеңіз, бетіндегі салмасы қатпай қалады, ағып кетеді. Сондықтан толығымен суытып болғаннан кейін барып кесіп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сіздермен болған Айгерім ас болсын.
келесі видеода кездескенше.